Сәлеметсіздер мен балалар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бірінші мына суретке назар аударайық. Суретте не көріп тұрмыз? Яғни суретте спортқа қажетті құралдар, ол доптар, ракетка, жүгіріп жүрген балалар. Бұның барлығы неге жатады? Әрине, спортқа жатады. Демек, біздің сабағымыздың тақырыбы спорттың адам өміріне пайдасы, мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібі. Оқу мақсаты: көпшілікке арналған очерктің жанрлық ерекшелігін талдау. Сабақтың мақсаты: мәтінмен жұмыс барысында сөйлемдердің стилистикалық жағын анықтап, орын тәртібімен қояды. Ал сабағымызды бағалау кезінде мына критерийлерді ескереміз. Синтаксистік нормаларды сақтайды, мәтіндегі сөйлемдерді орын тәртібімен ажырата алады, білім алушы сөйлемдердің орын тәртібін мәтін жазу барысында қолданады. Яғни балалар, бүгінгі сабағымыздың грамматикалық тақырыбы ол мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібі. Қазақ тілінің синтаксистік мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланып, әртүрлі ойға сәйкес етіп, алуан түрлі сөйлемдер құрай білу тіл шеберлігін қажет етеді. Адамның басқаға хабарлайтын пікірі жеке сөздермен шектелмей, ұласа айтылған сөйлемдер қатарымен тиянақталып тұрады. Сондықтан сөйлемдер арасы өзара дұрыс құрылуы тиіс. Сонда ғана тыңдарман не оқырман сөйлеушінің не жазушының ойын түсініп, не айтпақ болғанын ұғады. Яғни балалар, сөйлемдегі өздеріңіздің ойларыңызды дұрыс жеткізу үшін сөйлемнің де орын тәртібі өте маңызды. Яғни осы тақырыпты түсінгендеріңізді тексеру мақсатында мына сөйлемдердің орын тәртібінің дұрыс па? Екеуінің қайсысы бұрыс екенін анықтап көрейік. Жас кезінен асық атып, атқа мініп, теңге іліп, бәйгеге шауып, күреске түсіп өскен ата-бабамыздың шымырда шыныққан, епті де икемді болғанын білеміз. Бұған дәлел қазақтың спорттық ойындары. Қазақ халқы ерте кезден бала тәрбиесіне, баланың ақыл-ойының, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ерекше көңіл бөліп отырған. Екінші мәтінге назар аударайық. Қазақ халқы ерте кезден бала тәрбиесіне, баланың ақыл-ойының, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ерекше көңіл бөліп отырған. Бұған дәлел қазақтың спорттық ойындары. Жас кезінен асық атып, атқа мініп, теңге іліп, бәйгеге шауып, күреске түсіп өскен ата-бабамыздың шымырда шыныққан, епті де икемді болғанын білеміз. Ал осы мәтіндердің қайсысы дұрыс, яғни орын тәртібімен тұр деп ойлайсыздар? Балалар, сіздер дұрыс таптыңыздар. Дұрысы ол екінші мәтін. Себебі мұнда ой нақты көрсетілген, сөйлемдердің орны анық айтылып тұр. Біріншісінде ол қазақ халқының бала тәрбиесіне жас кезінен бастап қалыптасуына ерекше көңіл бөлгені көрсетілсе, екінші сөйлемде оған дәлел бар және үшінші сөйлемде қорытындысы көрсетілген. Балалар, енді тақырып түсінікті болса, сіздермен тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: видеомен танысып, тақырыпты ашыңыз. Видеодан не көрдіңіздер? Спорттың көңіл-күйді көтеріп, өз-өзіңді көңілді сезінуге көмектеседі деген пікірмен келісесіздер ме? Бұл тапсырманың дескрипторы видеомен танысып сұраққа жауап береді.
Жақсы балалар, енді екінші тапсырмаға көшейік. Мәтінді тыңдап, зерттеу жүргізіңіздер. Яғни тыңдаған мәтіндеріңізден сіздер мәтіннен негізгі ойды табасыздар, мәтінде қандай тосын ой кездесті, мәтіннен шығатын өмірлік қағида қандай, бұрыннан таныс және таныс емес ақпараттарды белгілейсіздер. Бұл тапсырманың дескрипторы мәтінді тыңдап, мәтіндік зерттеу жүргізеді. Ал балалар, іске сәт. Тақырып бойынша мәтін. Саламатты өмір салтын ұстанып, түрлі аурудың алдын алуға болатынын білеміз бе? Ауыр күйзеліске ұшыраған Клэр есімді арудың қиындықты қалай жеңгені туралы ғаламтор желісінде жарияланған еді. Ол емдеу курсынан толық өткен соң өзінің өмірін түбегейлі өзгертуге бел буады. Клэр өмір бойы дәрінің күшімен жүрген, оған дофамин мен серотонин жетіспеді. Өрімдей қыз бұл дерттің алдын алатын басқа амалдарды қарастыра бастайды. Бірде әйгілі Гиппократтың күйзеліс жайлы жазбаларын оқиды. Гиппократ депрессиядан құтылу үшін жүзумен айналысуды, күн сайын жүгіруді, жалпы спортпен шұғылдануды әдетке айналдыру керектігін жазған. Спорт көңіл күйді көтеріп, өзіңді көңілді сезінуге көмектеседі. Өйткені жаттығу барысында эндорфин гормоны көптеп бөлінеді. Оны бақыт гормоны деп те атайды. Ол адам жанын тыныштандырып, рахаттандырады. Жүгіру мен жүзу де өте пайдалы. Спортпен шұғылданатын адамдар өзінің денесін жақсы көре бастайды. Денсаулығына мән береді. Сонымен қатар терең тыныс алуды да үйренеді. Терең тыныс алу кезінде сіз күйзелісті есіңізге де алмайсыз. Міне, осындай күнделікті жаттығудың арқасында Клэр өзінің ауруымен мәңгілікке қош айтысты. Қазір Клэр спортты өмірлік серігіне айналдырып, ауруын ұмытқан. Мұндай жағдай бәріміздің де басымызда туылуы мүмкін. Сондықтан спортпен айналысып, саламатты өмір салтын ұстанған жөн. Жақсы, енді біз үшінші тапсырмамызға көшейік. Бұл жерде біз Padlet тақтасымен жұмыс жасаймыз. Сілтеме берілген, сол сілтеме арқылы кіріп, өз өміріңді сақтау, өзіңе деген жауапкершілік дегенді қалай түсінесіз деген сұраққа жауап жазамыз. Егер сабақ уақытында интернет желісі дұрыс ұстамай кіре алмасаңыздар, кез келген уақытта кіріп, осы сілтемемен тапсырманы орындасаңыздар болады. Яғни, ойыңызды жазу барысында міндетті түрде сөйлемдердің орын тәртібін ескеріңіз. Және де бір-бірлеріңіздің жауаптарыңызды ол жерде көріп тұрасыздар, ұнаса лайк бассаңыздар болады. Яғни бұл тапсырманың дескрипторы сұраққа жауап жазады. Жақсы, енді келесі тапсырмамызға көшейік. Төртінші тапсырма. Спорт және денсаулық тақырыбында синтаксистік нормаларды сақтап, дәлелдеме эссе жазыңыз. Сөйлемдердің орын тәртібін мәтін жазу барысында дұрыс қолданыңыз. Яғни дәлелдемелік эссенің мақсаты айтылған оймен оқырманды көндіру, оқырманның зейінін аудартып, қатаң дәлелдер көрсету арқылы жазылады. Бұл тапсырманың дескрипторы синтаксистік нормаларды сақтап, сөйлемдердің орын тәртібін дұрыс қойып, дәлелдеме эссе жазады. Сабағымызды плюс-минус қызығамын кестесі бойынша қорытындылайық. Плюс, яғни сабақта қызық болған, пайдалы болар деп ұйғарылған мәселелер мен жайттар жазылады. Минус, сабақта сәтсіз шыққан, пайдасы жоқ, не шамалы болды деп ұйғарылған мәселелер мен жайттар жазылады. Қызығамын, не білгім келеді, немесе бұл мен үшін қызық бола ма деген сұрақтарға жауап келтіру. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.